Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, видеоларыма лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Достарыңызбен және әлеуметтік желілерде бөлісе отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай тарымен жасалынатын глютенсіз құймақтың рецептісімен бөліскім келеді. Тарының пайдасын өздеріңіз де білесіздер. Ол асқазан жолына, өттің тасын ерітуге, сондай-ақ иммунитетті нығайтуға өте пайдалы өнім. Бұның құрамында ешқандай қант жоқ, глютен жоқ, өте пайдалы тағам. Сіздер жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен осылай тарыны алып, ысы суға 1,5 сағатқа бұқтырып қоясыздар. Менде 15 минутта жеткілікті болып қалды. 1 стакан осылай тарыны алып, ыдысыма салдым. Оның үстіне осындай 2 бананымды салдым. Ірілеу 2 банан, кішілеу болса 3 банан салыңыздар. Осылай бананымды салып, блендермен кішкене бір езіп алдым. Тарының құрамында клетчатка организмге өте пайдалы, сондықтан да жасап көріңіздер. Тарыны жалпы пайдаланып жүріңіздер. Және осының үстіне мен 3-4 жұмыртқамды салып, тұзымды, алма сірке суымды және дәміне тростниковый сахар дейді ғой, мына қоңыр қанттың 2 қасығын салдым және сәл ғана ас содасын салдым. Және оливки майы, авокадо майы, кез келген пайдалы майлардың бәрі барады. Соны құйып, осының үстіне комнатный температурадағы суымды құйып, әбден бәрін біркелкі массаға айналғанша осылай блендермен езіп алдым. Міне көпіріп жақсы массаға айналды. Енді осы массамның үстіне мен қазір рисовый мука, яғни күріш ұнын салдым. Кез келген безглютенсіз ұндардың бәрі барады. Менде бірақ үйде осылай күріш ұны болды, сондықтан осы ұнды пайдаландым. 50 грамм жеткілікті, 45-50 грамм шамасы жеткілікті болады. Осылай салып, оң жаумен араластырдым, жақсы қылып. Просто кәдімгі ұндардай бұл түйіршік болып қалмайтын болса, осылай араластыра салдым. Или болмаса сіздер жаңағы блендермен тағы бір жақсылап езіп алсаңыздар да болады. Осылай біркелкі массаға айналды. Мен қазір енді бұл блинчиктерімді пісіретін боламын. Міне табама, қызып тұрған табама бір май жағып алып, массамызды әсін-әсін жолмен араластырып тұрармыз. Құярдың алдында міндетті түрде араластырып алыңыздар. Осылай құйып, табаны жылжыста отырып, қою болып бір жерде тұрып қалмасын. Жан-жаққа тарап, кішкене құйған тестіміз жұқалау болу керек. Сондықтан осылай табан айналдыра отырып жайдым. Және бетінің әбден құрғап пісуін қараңыздар, содан кейін ғана аударсаңыздар өте жақсы болып піседі. Егер ертерек аударып тастасаңыздар, түбі жабысып, кішкене аударылуы қиындау болуы мүмкін, формасын жоғалтуы мүмкін. Сондықтан да осылай құйған кезде табаны кішкене айналдырыңыздар, тесті жайылсын, қою болып бір жерде тұрып қалмасын. Соны қадағалаңыздар. Содан кейін мына қазір бетінің бәрі тесіліп, құрғап, әбден піскенін қараңыздар. Кішкене пісіңкіресін, сұйығы кетіп, кеуіпкеннен кейін ғана екінші бетіне аударасыздар. Міне осылай отырып, мен барлық блинчиктерімді осылай пісіріп алдым. Кәдімгі тарының иісі кәдімгідей қатты шығып тұр. Құрамында банан бар. Өте дәмді болады. Егер сіз арықтап жүріп тәтті жегіңіз келсе де, осы тағамды жасап жесеңіздер де болады. Осылай сіздерде жасап көріңіздер. Видеодағыдай осылай барлық блинчиктерімді мен айналдыра отырып, бәрін осылай қызартып пісіріп алдым. Мен енді осылайынша балаларыма осылай пайдалы, глютені жоқ, осындай тағам жасап бердім. Шайға жеуге тәттілер. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болады. Арықтап жүрген адамдарға, әсіресе тәтті қатты жегіңізге құмартқан кезде осындай безглютен тамақтарды жасап жесеңіздер, салмақ қоспайсыздар.